кеттік. Армысыз көрермен, бізде бүгін басқа көзқарас бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бізде бүгін студияда Каримов Аманжол аға, Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Ұлытау облысы бойынша өкілі. Аманжол аға, қош келдіңіз біздің студияға, біздің бағдарламаға. Бізде бүгін өте маңызды тақырыптардың бірі бұл жалпы глобалды Қазақстан Республика бойынша азаматтардың құқықтары мен еркіндігі мен бостандығы жайлы қаузасақ деген ойымыз бар. Осыған орай сіз осы адам құқығы жөніндегі өкіл болғаннан кейін Ұлытау облысы бойынша көптеген бізді алаңдатып жүрген сұрақтарға жауап бере алады деген ойдамыз. Бірінші кезекте Аманжол аға, жалпы қазір сіздің жұмыс бағытыңыз ашылғаныңызға шамалы ғана болды, жарты жылдан астам, бұл бізде екінші шығарылым. Содан бері қандай да бір өзгерістер бар ма жұмысыңызда? Күрделенді ма, құрам өзгерді ма, емесі бағыт өзгеріп келе ма? Рахмет, сұрағыңызға, сауалнамаңызға рахмет. Қайырлы күн. Осы қызметке 2024 жылдың 4 тоқсанынан бастап кірістім. Сол жұмыс барысында әрине жұмыс бағыты да, жұмыс ауқымы да үлкейіп келе жатыр. Өйткені өзіңізге белгілі, жаңағы азаматтардың құқы деген, ол азаматтардың туған дүниеге келгеннен бастап осы әртүрлі құқықтармен тұрмысы байланысты болды. Азамат дүниеге келгеннен бастап оған есім беріледі, оған құжат беріледі, тегі беріледі. Содан бастап азамат осы конституциямыздың, ата заңымызға, конституциясына сай өскеннен бері, өсе келе әртүрлі құқықтарға ие болады. Ол оқуға, балабақшаға баруға, білім алуға, одан әрі демалуға, дәрігерге көрінуге құқылы. 18-ге толғаннан кейін ол азамат сайлауға қатысуға құқылы. Одан өсе келе табыс тауып жатса, ол жыл сайын кірістер департаментіне, салық департаментіне декларация тапсыруға құқылы. Яғни азаматтардың ол өзінің осы күнделікті өмірінде әртүрлі құқықтар бірге жүреді. Бұл өзінің фундаменталды туа біткен құқықтары. Сонымен қатар қолжетімді құқықтары бар. Енді ол жаңағы мысалы үйінің жекеменшігі, көлігінің жекеменшіктендіруі, немесе ұлғайған шағында зейнеткерлікке шығу, бұл қолжетімді жеткізген құқықтары. Қолжетімді құқықтары. Негізі азаматтар фундаменталдық құқықпен өмір сүреді. Ол жерде жаңа айттық қой, өмір сүруге құқылы, еркіндікке құқылы, білім алуға құқылы, денсаулығын күтім жасауға, мемлекеттік қызметке араласуға құқылы, білім алуға жаңа айттық қой, жұмыс істеуге құқылы. Соның көптеген құқықтар, 40-тан астам құқы бар адам. Соның бәріне азаматтар құқылы. Енді біздің бұл неге қандай жұмыс істеп жатсаңыз, яғни біздің бір мақсатымыз жұмысымыз. Осы біздің өңірдің азаматтарын құқықтық сауаттылыққа шақыру. Осы тарапта біз мектептерден бастап жұмыс коллективтеріне дейін құқықтық сауаттылыққа дәріс береміз. Ағартылу жұмыстарымен айналысамыз. Ол жерде енді айттым ғой, құқықтық осы фундаменталды құқықтың көптеген түрлері бар. Соны мысалға жұмыс коллективтерінде ең бірінші еңбек құқығын бұзылмау керек. Сонда қандай құқықтары бар? Ол жерде де көптеген демалыс, еңбек демалысы болады, жұмыс жасап жатқан кез. Санаторияға баруға болатын құқығы бар. Егер де ол мерзімнен артық жұмыс жасаса, оған артығымен төлем жасау керек. Ол да құқыққа байланысты. То есть ол білу керек құқығын. Егер ол түнгі жұмыста жұмыс істесе, немесе сверхурочный 8 сағаттан жоғары істесе, оған төлем
үстеме төлем болса, қосымша төлем оның бәрін осы құқықпен байланысты бәрі заңмен шектелген. еңбек коллективтерімен кездесіп жүрген кезде олар сондай құқықтар жайлы біле ме екен? Ақпараттан жалпы біледі, бірақ егер жаңағы әр осы құқықтың әрбір бөлімдеріне тоқтаған кезде әрине олар енді жұмыс бабында жұмыс басты болғаннан кейін көп нәрсені кішігірім нюанстарды біледі, ол ескерілмей қалады. Жаңағы мысалы профсоюздар бар, профсоюздың қаншама жұмыс оларға көмек көрсету керек, қандай привилегиялар бар, олардан талап етуге болады. Иә, не талап етуге болады, соның бәрін мысалы әрбір жұмыскер біле бермейді. То есть яғни оның айлығы төленіп жатыр, соған тәуба дейді де жүре береді. Сұрақ, біле бере білмейді, өзі жұмыскер өз тарапынан білгісі келмей ма, немесе ол ақпараттарды жеткізбей? Вот ақпарат жоқ болғаннан кейін әрине жаңағыда айттым ғой, тұрмыстық жағдайда өз таңертең жұмысына келеді, ешкім оны мазаламайды, ол берілген ауқымды жұмысты істейді, қайта күнделікті тірлікпен ол өзінің қаншама мүмкіншілігі бар екен, қаншама құқығы бар екен жұмыскер, қарапайым жұмыскер біле бермейді. Енді сіздің өзіңіздің жеке еңбек тәжірибеңізде осы қызметте жүрген еңбек дауларына байланысты қандай да бір мәселелер, кейстер көтеріп едіңіздер? Әрине, жұмыс бабында жаңағы біздің өкілдікке неше түрлі сұрақтармен келіп жатады. Оның жаңа біреуі бір саласы ол осы еңбекке байланысты, еңбек кодексіне байланысты. Яғни заңсыз жұмыстан шығару жіберу, жұмыс беруші мекеменің немесе істеген жұмысын дұрыс есептемеу, еңбек өтілін дұрыс еңбек санамау, салдарынан жаңағы зейнеткерлікке шыққанда оның жұмыс өтілімі дұрыс саналмау, дұрыс есептелмеу, сондайлар кездесті. Бұл жағдайда енді біз есімдерін айтпай ақ қояйық, бірақ сол азаматтарға біз көмек жасадық. Оң шешім тауып, жаңағы зейнеткерлік өтілімін дұрыс санап, келешекте ол енді зейнетақысын егер жаңа бізге жүгінбей жүре берген кезде ол еңбек өтілі қаншама жыл жұмыс істеп келіп, біраз еңбек өтілі саналмай қалған, есептелмей қалған салдарынан оның зейнетақысы да төмен болар еді. Жақсы. Жаңағы ағартушылық жұмыстар жайында еңбек коллективтерінен бөлек жаңағы мектеп оқу орындары жайлы айттыңыз. Қанша мектептермен немесе оқу орындарымен кездесіп үлгердіңіздер осы уақытқа дейін? Енді ең бірінші біздің тағы да бір мақсатымыз осы біздің өңіріміздің азаматшалары өздерінің құқықтарын мектеп қабырғасынан бастап білсе екен деген оймен біз мектеп оқушыларымен, ол жердегі жоғарғы сынып оқушылары енді әрине, жоғарғы сынып оқушыларымен, студенттермен, колледж студенттермен, университеттегі студенттермен кездесулер, ағарту жұмыстарымен айналысып отырмыз. Өйткені осы біздің жастарымыз бүгін ертең ол 18-ге толғаннан кейін ол үлкен өмір жолына кіріскен кезде ол жаңағы өзінің құқықтарын білсе, ол әрі қарай оқуына да жұмыс жасауына да жеңіл болады. Сол себептен біз уже мектеп қабырғасынан бастап жоғарғы сынып оқушыларына осы азаматтардың құқықтары жайлы дәрістер өткізіп жатыр. Қазір өзі баланың да құқығы бар. Ол ата-ана оған тәрбие беру құқығы, оны киіндіру, тамақтандыру, оқыту бәрі құқыққа байланысты. Ата-ананың міндеті, ол да құқық болып саналады. Бала талап етіледі. Қазір көптеген мысалы заңға да өзгерістер бар. Егер де мысалға оқушы бала оқуын мектебіне бару үшін автобусқа мінеді, автобуста егер жол кіресі болмай қалып, қандай да бір жағдайда болады, немесе көбінесе ұялы телефонды Каспиймен пайдаланып, сол телефон ашылмай қалды, ақшасы бар, төлейін десе төлей алмайды. Сол кезде автобус жүргізушісі оны жаңағы мектепке дейінгі аялдамаға баруға ол апаруға құқылы. Яғни ол жол кіресі болмайған жағдайда. Бұрында ол былай айтты, жаңағы кондуктор келеді,
билет сұрайды, егер сізде жоқ болса сізді түсіріп тастайды. иә Қазіргі жағдайда өзгерістер толықтырулар ондай құқы жоқ. То есть жаңағы автобустың жүргізушісі оны сол мектепке дейін апаруға құқы. ал егер де мектептен үйге қайтып бара жатса Олай да сол. Яғни оны жолдан тастап кетуге құқы жоқ. сол оқушының өзінің қалаған аялдамасына дейін жеткізу ақшасын төлей алмаса төлей алмаған жағдайда да ол сондай құқығы бар, баланың құқығына жатады. Яғни бала қолында ол енді әдейі істеген жоқ, ақшасы болмай қалды немесе жаңағы тегін ғой ашылмай қалды, просто несі беріледі ғой, карточка. ондай болмаған жағдайда оны жеткізуге құқылы. Жеке мен өз балаларым бірнеше рет жоғалтты ғой ана карточканы. Бұрында мысалға ол жаңағыдай егер төлемедің ба, сен сол жерде тексерген аялдамада сен түсіріп тастау. Сондай құқықтар бар. Сол себептен біз соны енді осы өңірде бала құқығы туралы өкіл де бар. Гүлмира Алпысбаева деген біздің әріптесіміз. Біз осы мектептерге, студенттердің арасында осы баланың құқығы туралы, баланың да келешекте оның жаңа үлкен өмір жолына шығатын кезде құқықтарын білу үшін бірлесіп жұмыс атқарып жатыр. Мысалға көптеген қазір орталықтар ашылып жатыр, психологиялық көмек жасайтын. Мысалы оны біразы біле бермейді, білсе де кейбірде ұялады. Ол өйткені жаңағы қазақи дәстүрге сәйкес болмайды, бірақ мысалы көмек, ол да көмек. То есть ол анонимді де жасай алады, көмек бере алады. Соны біздің балаларымыз біле бермейді, соны да айтып жеткізіп жатыр. То есть бізде орталықтар ашылған, ол тікелей барса оны анонимді де қабылдайды, оған жаңағы кеңес береді, көмек береді. Орталықтар қазір қай жақта жұмыс істейді? Осы Жезқазған қаласында орталық бар, ашылған, жұмыс істеп жатыр. Ол жерде психологтар бар, жаңағы Абай көшесінде орналасқан, Абай 75-те. Олардың жаңағы бір колл-центр сондай сияқты жұмыс істейді? Иә, олар келеді, қабылдайды, жаңағындай кеңес береді, көмек береді. Яғни кейбірде балалар мысалға ата-анасына айтуға ұялады, бір басында болып жатқан жағдайда, немесе мұғалімге айтуға да ұялады. Сонда кезде оқушы ол ата-анасы да өзі де барып соған жүгіне алады. Психологтар жұмыс істеп кеңес береді, көмек жасайды. Сонда ешқандай жаңағы баланың аты жөні, оның оқиғасы немесе бір кісіге жамандап жарияланбай көмек алып қамтамасыз етіледі. Тамаша. Енді сол орталық жайлы жаңа Абай көшесінде орналасқан. Абай 75-те орналасқан, бірінші этажында. Егер жаңағы барып кеңес алуға болады жастарға. Оқушылар өздері бара алады. Иә, бара алады. Ешкімнің көмегі жоқ. Болады. Жақсы. Енді өзіңіздің өкілдіктің жұмысы барысында нақты мен білемін осы жаңағы эксперттік комиссия мүшелеріңіз бар. Сараптама кеңесі. Биылғы жылдың жоспары қандай? Яғни 25-ші жылдың жоспарын біз былтыр 24 жылдың аяғында бекіттік. Оны ұлттық орталықпен келістірдік, бекіттік. Енді ол жерде біз осы өңірдің өзекті мәселелерін жоспарға кіргіздік. Енді өзекті мәселелердің бірі ол кризистік орталықтар. Яғни семьялық жағдайда зорлық-зомбылық көрген әйел азаматшалардың бізде кризистік орталық бар. Сол кісілер қабылдайды. Сол жерде 6 айға дейін тұра алады, баласымен. Аналар үйі ма? Аналар үйі ма? Аналар үйі бар. Одан бөлек кризистік орталық деген бар. Қамқор бар Сәтбаев қаласында. Бізде Жезқазған қаласында бар. Олар мемлекеттік мекеме болып табыла ма? Сәтбаевтікі мемлекеттік мекеме, жергілікті атқару органдарына бағынышты. Ал Жезқазғандағы да әлі ол қоғамдық орталыққа қарайды. Қоғамдық орталық тендерлік жағдайда ұтып алғанды жергілікті орган оны ақшалай қаржыландырады, бірақ әлі неге көшкен жоқ. Мемлекеттік секторда жұмыс істейтін. Тұрақты мемлекеттік секторде әлі өткен жоқ. Келешекте енді сол енді бұл жерде жоспарға кіргізген себебіміз жаңа аталған азаматшалар семьялық жағдайда отбасында проблемалар болған азаматшалар келеді. То есть қуғын сүргінге түседі, жаңа жұбайларынан. Немесе, сондықтан олар бас сауғалап сол кризистік орталыққа келеді. Ол жерде әрине кризистік орталықта полициямен тікелей жұмыс жасайды.
яғни оларға ол жерде жаңағы ешкім қоқоңлық көрсетпейді. Ол жерде жаңағы қауіпсіздік қамтамасыз етілген жағдай күнделікті өмір сүруге жағдай тудырылады. Соның жағдай балалар көп болса ше, балалар көп болса да сол жерде қабылдай береді. Енді біздің оны жоспарға кіргізген себебіміз ол азаматшалар өз өмірден жаңағындай тағдыр жаңағындай қиын болған жағдайда енді ана келіп тұрған жер кризистік орталықтың жағдайы жақсы болу керек деп ойладық та. Дұрыс. Сол себептен ол жерді біз жаңағы тексердік, көрдік бар. Оны көрдік және біз оны жаңағы жоспарға кіргіздік. Яғни сараптама кеңесінде өзіңізге белгілі белсенді, осы өңірдің белсенді азаматтары бар, депутаттар бар, жаңағы әртүрлі саладағы азаматтар бар. Солардың ортасына, солардың талқылауына салайық деп жоспарға кіргіздік. Көптеген енді бір жылға жасағанбыз, 1-90-дікін айта өтсек, 1-90-да біз осы кризистік орталықтың жағдайы, екінші ол өңірдің экологиялық жағдайы. Оның ішінде ауыз су мәселесі. Біздің көптен бері созылып кеткен ол күрделі және маңызды ауыз су мәселесі. Өйткені ауыз суға біраз нәрсе байланысты. Ол адам денсаулығы біріншіден. Сол себептен сол сұрақты қостық. Сосын енді жалпылай газификациялау біздің өңірде. Газбен қамту жағдайы соны қостық. Өйткені әлі де көптеген проблемалар бар. Ол газификацияның қазір соңғы этапы жүзеге асып жатқан жоқ па? Сол жерде де көптеген проблемалар туындап жатыр. Өйткені біз енді халықпен кездесу барысында естіген проблемаларды біз кіргіздік. Мысалы білеміз, осы елдің, осы өңірде тұрған болған бірінші ауыз су мәселесі проблема. Екіншіден жаңағы газификация. Кейбір жерлерде жаңағы газ тартылу барысында газ беру жағдайында көптеген жаңағы келеңсіз жағдайларға тұрғындарымыз тап болып отыр. Былтырғы экспедиция 91-92 орамда да проблема. Сол себептен оны да кіргіздік. Ол енді 24 жылдың жұмыстың нәтижесін көтеріп келіп, халықпен кездесудегі қандай проблемалар бар. Жинақталғандарды 25-ке кіргіздік. Және осы тағы да елдің көкейінде жүрген ол біздің Кеңгір су қоймасы болды. Сосын экологиясы, қаланың экологиясы. Сәтбаев Жезқазған қаласы. Оны көптеген сынға да түсті, оны білесіздер. Жаңағы қара дедік. Соларға жауапты қызметкерлердің өз аузынан естейік деп біз оны да жоспарға қостық.